Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен огурцы по-корейски салатының рецептімен бөлісемін. Алдымен жуылған қиярды видеода көрсетілгендей тураймыз. Содан кейін пиязды, болгар бұрышын, және чеснокты видеода көрсетілгендей турап, қойып қоямыз. Енді ыдысқа теркадан сәбізді өткіземіз. Осы сәбіздің үстіне жаңағы туралған көкөністерді салып қойып қоямыз. Соусын дайындаймыз. Соевый соусқа қант, тұз, уксус, сұйық май және кориандрды қосып жақсылап араластырып, дайын салатқа құйып, салатты жақсылап араластырып, 2 сағатқа холодильникке қойып қоямыз.